Тарсия деп жазамыз. Тарсия. Осындай сайт шығады, Тарсия Мейкер. Және бірінші сайт. Осыған кіреміз. Өте оңай, сосын қызық әдіс, балалардың қағаз үлестірме арқылы орындалатын тапсырма. Бұл жерде Тарсияның бірнеше түрі бар. Міне кішкентай үшбұрыш бар, осындай 6 бұрыш бар. Үлкен үшбұрыш және міне 6 бұрыштың тағы бір түрі. Енді бұл жерге не істейміз? Көбіне осы кіші үшбұрышты қолданамыз. Мынау пирамиданың жоғары жағында сұрақ болса, төменгі жағында жауап болады. Міне, мына бір сызықтың бойының бірінші жағында сұрақ, екінші жағында жауап. Дәл осылай, бірінші сұрағында сұрақ, екінші жағында жауап деген сияқты. Осылай балаларға өзіңіздің сұрақ жауаптарыңызды енгізесіз осы жерге, биологияға қатысты, тақырыпқа қатысты. Және одан кейін осыны мынау сызықтардың бойымен қиып бересіз. Өзі бұл сайт дайын етіп береді сізге. Сіз қиып балаларға үлестіріп бересіз, шашып. Балалар осындай пирамида құрау керек, сұрағы мен жауабын сәйкестендіре отырып. Міне мынау бір сызықтың жоғары жағында сұрақ болса, төменгі жағында жауап болу керек. Яғни бір сызықтың екі жағында сұрағы мен жауап сәйкестену керек. Үшбұрышты айналдыра отырып балалар орындайды. Енді бұған сұрақты қалай құрамыз? Кәдімгідей сайтына кіресте ешқандай регистрация жасамайсыз. Тек қана мына жерден формасын таңдайсыз. Мына үлкен үшбұрышқа өте көп сұрақ кетеді. Көп сұрақ құрау керек. Мына 5-6 бұрыштарға да өте көп сұрақ құралады. Сондықтан ең жақсысы мына кіші үшбұрыш таңдап аламыз. Бұл жерде 9 сұрақ жасалады. Мына жерге мына жазуды өшіріп тастап, сұрағын жауабын енгізесіз. Жазу жағынан сұрақ жауап енгізу керек. Ағзаның екінші өлшем бірлігі. Екінші өлшем бірлігі. Жасуша. Жатылар құрамында органоид. Органоид. Митохондрия. Митохондрия. Өсімдіктерге өсіп беретін органоид. Пластиктер. Немесе органоидтерге пластиктер. Ары қарай. Так. Группаларға жатады органоид. Ядро. Жасуша қабықшасы. Мембрана. Қоймалжу сұйықтық. Цитоплазма. Так, тағы не бар еді ол жерде? Митохондрия. Өнімдердің молекула. АТФ. Полиптік заттарды ыдыратады. Лизосома. Полиптік заттардың молекулаларды ыдыратады сізге. Лизосома. Және тағы бір сұрақ. Қандай сұрақ қойсақ екен? Бактерия жасушасының қабықшасы дейді. Бактерия жасушасының қабықшасы. Бактерия жасушасының қабықшасы. Флорид. Міне осылай сұрақ жауапты енгіземізде экспорт в PDF деп тұрады. Осыны басамыз. Немесе ағылшынша болса, міне экспорт to PDF дейді. Бірінші қателері жоқ па, қарап алу керек, өйткені жүктеп қойғаннан кейін сақталмайды бұл. Бір жүктеп аласыз, қағазға болды. Оны қатесін тауып өзгертуіміз керек болса, бәрін көшіру керек болады. Сондықтан бірден қате кетіп қалмады ма, тексеріп аламыз, бәрін оқып жақсылап. Сосын экспорт PDF дейміз, болды. Міне рабочий стол таңдаймыз, атауын жазамыз. Жасуша Тарсия. Сохранить. PDF-те сақтады міне. Болды, осылай ғана құрылады. Есесіне қандай балаларға қызық, ерекше әдіс. Көп мұғалімдер қолданып жүр бұны. PDF-тің ішінде осындай бірінші беті болады. Бұл дұрыс жауабы. Міне қараңыздар. Міне. Ағзаның ең кіші өлшем бірлігі, мынау жоғары жағында, төменгі жағында жасуша деп тұр. Міне жартылай автономды органоид, міне бірінші сызықтың бірінші жартысында, екінші жартысында митохондрия жауабы тұр, иә? Дәл солай сұрақ жауап, міне сұрақ пен жауап бір-бірімен түйісіп тұр, сызықтың арғы жағында және бергі жағында тұрады. Бұл дұрыс жауабы сізге қарауға, тексеруге арналған. Келесі, мына жерде қараңыздар, мынау екінші беті және үшінші бетін принтерден шығарып қиясыздар. Осы үшбұрыш етіп қиясыздар, сосын балаға бересіз. Топтық жұмыс етіп жасауға болады, бірнеше топтарға бөліп, әртүрлі сұрақтар келтіруге болады. Немесе осы бір вариантты 2-3 топқа берсеңіз болады. Бірақ 2-3 топқа бергенде сіз 3 вариант шығаратын болсаңыз, қиған кезде әрбір вариантын жеке-жеке қиып, скрепкамен қыстырып қойыңыз. Араласып кетпесін үшбұрыштар. Болды, мына 4-ші бетін шығармайсыз, ол өзі автоматически бұл PDF документті генерировать еткендіктен, осындай 4-ші беті де шығады сілтемесі. Бұл бізге қажет емес. Бірінші беті дұрыс жауабы, екінші беті балаларға қиып, екінші, үшінші қиып беретін үшбұрыштар.